Арбаға жеккен мама биенің жанында еріп келе жатқан кішкене құлындар болады. Олар бірде қалып қалады, кейде озып кетеді. Озып кетіп қайтып оралады. Менің естелігімде сол жас құлындар сияқты шығарманың баяу дамуына шыдамай, бірде озып кетіп, бірде қайтып оралып жатады. Қарағайдың күнгей беттегі бұтақтары ұзынырақ өседі. Кітаптың кейбір тараулары сол бұтақтар тәрізді тезірек өсіп, басқа бұтақтардан озыңқырап кетіп жатса, кешірім сұрайым. Бірақ шығарманың ішкі заңдылығына ештеңе істей алмайсың. Не болғанда да біздер адам ретінде де, азамат ретінде де университетте оқып жүрген кезде қалыптаса бастады. Жақсы мұғалім, жаман мұғалім деп бөле жаратын ештеңесі жоқ. Шәкірттер солардың әрқайсысынан бірдеңе үйренді деп ойлаймын. Жақсыдан жақсы болуды үйренсе, жаманнан жаман болмауды үйренді. Мысалы бізге Белгібай Шалабаев деген ағамыз сабақ берді. Кейін ол өмірде мұндай да болады деген хикая жазып аты шықты. Қара жер хабар бермесін, ағамыз мақтанғанды, айрықша адам болып көрінгенді өнер деп есептейтін. Жазғы күндерге лайықтап тіккен сырғылтым ақ костюма жібектей сусылдап тұратын. Соны киіп шыққан күні бірде қара нөсердің астында қалса керек. Сол туралы шығарған бір-екі тармақ өлеңін студенттер жатқа айтып, мәз болып күліп жүретін. Шығып едім мен бүгін ақ костюм киіп, қара бұлт жіберді ғой сиып-сиып. Көңілсіз күндерде ұстазымыздың осы бір шалдуар шумағын есімізге түсіріп, мәз болатынбыз. Жақсы және үйлесімді киінудің өзі үлкен мәдениет. Мәселе онда емес, мәселе барынша ерекше киінуге тырысатын Пижон ағамыздың өзін-өзі өте жақсы көретіндігінде. Лекция кезінде өзінен өзі мысал келтіріп, өзін-өзі ашықтан ашық жоғары бағалайтын сөздер айтатын. Онысы бізге аса ерсі көрінетін. Оның мінез құлқын, пенделік осалдығын әбден зерттеп алған ысқаяқ қулар емтихан кезінде өздеріне керек тәуір бағаны оп-оңай, тіпті қалай солай алып шығатын. Билеттегі сұраққа тура қатысы болсын, болмасын, Белгібай Шалабаев қаламынан шыққан ірілі-ұсақты еңбектерді тамсан айтып, мақтау сүйгіш мұғалімнің көзіне жас алдыратын. Студенттердің алдында тұрып, білген түйгеніңді пышыратпай, шашыратпай, сусап отырған қалың қауымға түп-түгел жеткізе білу кез келген мұғалімнің қолынан келмейді. Аудиторияны арбай білмеген ұстаз боп жарытпайды. Мұндай адамдардың мұғалімдіктен бас тартып, таза ғылыммен, зерттеумен шұғылданғаны қолдан келсе жазғаны жөн. Өкінішке орай, ұстаздардың көбі бұл қағиданы түсіне бермейді. Маған ерекше ұнайтын мұғалім көне заман әдебиетінен сабақ беретін Гербсман деген Ленинградтық ғалым еді. Кейде екі қолын аспанға көтеріп, мойнын тұқыртып алып, нағыз артистерше көне грек ақындарынан үзінді оқығанда, ол маған сол заманның өзі тудырған құдайларындай көрінетін. Қазақ мұғалімдерінің ішінде аудиториямен бірден тіл тауып, тыңдармандармен тұтасып кететін Темірғали Нұртазин болды. Ол қазақ кеңес әдебиетінен сабақ берді. Қазақ авторларының не жазып, не қойғанын, онда қандай мәселе көтергенін, оны өзінше қалай шешкенін айтып, талдап, әуре болмайтын. Оның бәрі өзі көрсеткен әдебиеттерде түгел қамтылған. Соларды оқып шықсаңдар жетет дейтінде, авторлар жөнінде бұрын соңды айтылмаған, екінің бірі біле бермейтін әңгімелерге көшетін. Авторлардың жеке басы, мінез құлқы, қадір қасиеті, кейде тіпті пендешілігі төңірегінде көсіле сөйлеп кетеді. Керемет кемеңгер жазушылардың, ақындардың бәрі де кәдімгі жер басып жүрген өздеріміздей қарапайым адам екендіктерін естігенде көзіміз жеткенде бір түрлі қуанып,
мәз боп қалатынбыз. Педагог ретінде де ол ешкімге ұқсамайтын, өз бетімен ізденіп талаптанып жүретін дарынды студенттерді зачет кезінде сұрақ қойып қинап, қорлап жатпайтын. Мен сенің қалай ізденетініңді, қалай оқитыныңды бәрін жақсы білем, әкел зачеткаңды деп қол қойып беретін. Кейде сұрақтың орнына өзің жақсы көретін, жаның сүйетін бір ақыныңның өлеңдерін оқып берші дейтін. Сол арқылы ол сенің талғамыңды, әдеби көзқарасыңды, жалпы өзіңнің қандай адам екеніңді бір шама жаңылмай танитын. Жалпы бұл жағынан Темірғали ағамыз мүлдем бөлек адам болатын. Үзіліс кезінде ол мені қолтықтап алып, дәлізде ұзақ жүретін, немесе туалетке қарай тартатын, дәлізде басталған әңгіме сол жерде жалғасын табатын. Цекаңда не жаңалық бар деп сұрайтын. Онысы несі? Мен онда істемеймін ғой деп басым қататын. Кейін білдім, бұл оның жаттанды сөздерінің бірі, сол заманның салты екен. Кейінірек оқу аяқталып қалған кезде ол менің диплом жұмысымның ғылыми жетекшісі болды. Мені өзі таңдап алды. Менің тақырыбым өлең және өмір деп аталатын. Анау олай жазған, мынау былай жазған, қалай жазса да солардікі дұрыс. Өйткені өлең жалпы өнер атаулы субъективті нәрсе. Сондықтан сен Аристотельдің поэтикасын жақсылап бір оқыда қой. Өзің өлең туралы не ойласаң, соны жаз. Алаңдама деді ол маған диплом жұмысыма кіріспей жатып. Диплом қорғау үстінде менің жұмысымды өзі өте жоғары бағалап, жоғары баға қою керек деп қасарысып отырып алды. Біраз адам қарсылық білдіргендей болып еді, жетекшім соның бәрін мойындатып тынды. Темірғали Нұртазин шын мәнінде әдебиетші, шын мәнінде ғалым адам болатын. Ол сол кездің өзінде бүкіл дүниежүзілік әдеби процесті, әсіресе кеңес әдебиетінде басталғалы тұрған жаңа бағытты жұрттан бұрын сезді. Владимир Дудинцевтің «Не хлебом единым» атты шығармасымен жарысып, осы бағытта повесть жазды. Бірақ қазақ жазушылары оны бағалай алмады.